тағы да телефонда отырсың ба, ал орта ғасырларда сен сияқты балалар жұмысқа жегілетін. Нан ұрсын, Еуропада 11-14 ғасырларда балалар 7 жастан бастап кәдімгідей жұмыс деген ойлаш. Қазіргі мектепке барғысы келмей, еркелеп жүрген ұлдар ол кезде егін еккен, астық жинаған, малдың астын тазалаған, ал қыздар ас әзірлеп тігін тіккен, бала баққан. Welcome to hardcore өмір. Ал қалада тұратындары шеберхана, асханадан шықпаған, етікші мен аспазға көмектескен ғой, ешқандай донат та төлемеген, қара нан үшін жұмыс істеген. Ал сабақ оқу байдың балаларына ғана бұйырған бақыт болған. Қалғандары атын қалай жазалатын білді ме десеңші? Мә, сонда бала болып ойнамаған ба дерсің? Ойнаған ғой, бірақ максимум соқыр теке тығылмақ қылыштың орнына таяқпен, сабаннан жасалған қуыршақпен алданған. Ойлаңдарш, орта ғасырларда қыздарды 12 жасында күйеуге берген, ал ұлдар 14 жасында үйленген. Сол кезде норм болған ғой мұның бәрі. Солай орта ғасырлар деген батырлар мен ертегілер әлемі ғана емес, фулл-тайм жұмыс, ағаштан жасалған ойыншығы барлар топчик, Wi-Fi атымен жоқ. Сондай заманда өмір сүре алар мен? Пікіріңді қалдыр, қалам баламға жазыл.